Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Осы қалаға келіп қалдық. Қазір Шымкент плазада жүрміз. Арбатта жүрміз, Арбатта. Осы қаланың кісілерінің, ауылдың жігіттерінде, ауылдың кісілеріне көз қарасы қалай деген, жалпы сондай сұхбат аламыз біраздан. Ауылдың жігіттеріне қыздарыңызды жалпы тұрмысқа бересіздер ме? Ауылдың жігіттеріне көз қарастарыңыз қалай деген сияқты сұхбат жүргіземіз. Құдай қаласа, соны бақылаңыздар, көріңіздер. Сен видео түсіріп жатсың ба? Видео түсіріп жатсың. Болды, аламыз не қыздар, не қыз сөйлесіп алайын ба? Жоқ, ала саламыз, бірақ қашасын қазір сөйлесіп қойын керек, иә? Болды, секенші. Сен бұлай қысқа қалып сөйлесіп жатсың. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Ауыздарыңыз беріп па, Дәпше? Иә. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Есіміңіз кім ба, Дәпше? Ақмарал. Ақмарал? Сіздің? Жұмагүл. Жарылқасын ба, Дәпше, менің есімім. Қаланың тұрақты тұрғынысыздар ма? Иә. Жігіттеріне жалпы қыздарыңыз болса, қыздарыңызды беруге қалай ойларыңыз қалай жалпы? Енді сол жақ бұйрық тұрса барады ғой. Қарсы емеспін. Бұйрық сол жақтан шықтып тұрса ауылдан. Өзіміз ауылдан шыққанбыз өйткені. Уақытында жігіттеріңізге сүйіп қосылдыңыздар ма, или сіздердің уақыттарыңыз алып қашу деген нәрсе болды ма? Қалай? Алып қашып кеттіңіздер ма, сүйіп қосылдыңыздар ма? Менің уақытымда алып қашу болған жоқ. Бізде болды. Алып қашып. Қалса, мынау ауыздарыңыз бергі екен ғой. Енді жаңағы жол-жөнекей тарап келе жатыр. Жалпы алып қашып кеткісі келеді. Алып қашып кеткенге жалпы ойларыңыз ғой? Жоқ, енді қазіргі заманда алып қашып кету деген білмеймін, ол өте дұрыс емес дүние шығар. Енді қазіргі уақытта барлығы заманға сай, қыздың да көзі ашық, ұлдың да көзі ашық, оған деген енді білмеймін, алып қашу деген өзіме қазіргі уақытта қарсымын. Иә, дұрыс қой, қазіргі заманда көз ашық барлығынан. Лажы болса, танысып, білісіп, қосылған дұрыс қой. Ана 10 балаң болғанша ауа райын бұзып тұратын шалың болсын дейді ғой. Жігіттеріңіздің құдай қаласа алдарыңда жүрген қадірін біліп, құрметтеп, мен бала шағамның әкесі деп құдай қаласа мақтанысып жүріңіздер. Қандай жағдай болса да, төрге де сүйрейтінсіздер, көрге де сүйрейтінсіздер дейді ғой. Құдай қаласа жігіттеріңіз қадірлеп жүресіздер ғой, ше? Иә, әумин. Сол күйде, құдай қаласа. Қазақстанның жаңа халық саны көбейсін, демографиямыз өссін. Иә, сүр-бойдақтар азайсын елімізде. Жастар өздерінің жұптарын тауып, бақытын сөйлесін. Рахмет, Дәпше. Аман болыңыздар. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Қайсың жағдайыңа? Аман сен ба? Бауырым, саған бір 5-6 сұрақ қойып жесек. Жалпы өзі қаяқтың баласы боласың? Сарыағаш. Мен де сен сияқты ауылдың баласымын. Үйленуге тақалған кезде сұрасаң айтады, қыз жоқ дейді. Оған өзің көз қарасаң қалай? Көз қашқалақтап жүреді да балдардың. Сонсам жан-жақ тола қыздар ғой. Ниеті тура болса жалпы қыз көп дейсің ғой. Енді өзің қалай жалпы ойың қалай? Қаланың қызын алар ма едің, өзің ойың или ауылдың қызын алғың келе ма? Ауылдың қызын алатынмын мен. Жалпы бойдағы жігіттерге не совет бересің, не айтасың? Қыз дегеннен қашпау керек қой. Сөйлесіп нормально болса, ниеттері жақсы болса, сонда аса болады. Өздерін жаман жолға не қылып кетеді да балдардың. Жалпы жасың қанша еді өзің қазір? 17-тен ғой. Үйдің үлкенсің, кішісің? Үлкенім ғой. Қалай жалпы ертерек келін апарғың келе ма үйге? Иә, 18-де. 18-ге тола салып қой, құдай қаласа, иә. Ертерек уақытысында айналаңда қыз көп кезде ертерек үйленіп кет, құдай қаласа. Ертерек амансың, келін апара бер. Жақсы, рахмет. Рахмет, бауырым. Қыздар, саламатсыздар. Сіздерге бір 5-6 сұрақ қойып жесек, жауап бере аласыздар ма? Иә. Есімдеріңіз кім болады? Ахмет. Жансая. Bir şeyde оқисыздар ма? Иә.
тәжірибе болса. Болашақта қоймыз. Жалпы бір бойдағы жігіттердің бір көкейінде жүрген сұрақты қойшы деген. Махр деген нәрселерге көзқарастарыңыз қалай? Нормально. Жігітіңізді қатты жақсы көріп тұрсаңыз, мысал ретінде қатты жақсы көріп тұрсаңыз, алдағы уақытта біз бәрін бірге құраймыз деп жатса, бәрін бірге болады деп жатса, махр беретін жағдай болмаса, сіз жалпы оған қалай көзқарасыз? Негізі махр сұрамаймын мен. Махр сұрамайсыз ба? Иә. Негізі барлығын болашақта құруға болады. Махрды айта алмаймын, енді әпермеуге болады деп, кейін жағдай реттеліп жатқан кезде болашақта әперуге болады. Қатып қалған қағида емес қой, дұрыс па? Жалпы жастарыңыз қаншада? 18. Жалпы өздеріңіз тұрмыс құруға дайынсыздар ма негізі? Жоқ. Иә. Қаншасыншы жүрсіздер? Бір. Осы Шымкенттің тумасыздар ма? Жоқ, оқуға келгенбіз ғой. Иә, Шымкенттікі. Ойларыңыздағы жігіт нақты бір күйе көтерін дейтін, менің ойымдағы қиялымдағы жігіт мынандай деген сияқты соған бір жауап бересіздер ма? Қиялдарыңыздағы жігіттер қалай жалпы? Мен айтпаймын. Жоқ. Қиялымдағы жігіт мынандай болғанда, по-любому адам ойындағы жігіт болмайды ғой. Басына жазылған көресіз, не болса. Дұрыс, басқа жазылған көреді, аспандағы айды сұрай бергенде болмайды, иә? Дұрыс. Рахмет сұраққа жауап бергендеріңізге. Гүл сіздерге. Рахмет көп. Саламатсыз вообще? Есіміңіз кім болды вообще? Назерке есімі. Назерке. Вообще, жалпы өзіңіздің ауылдың жігіттеріне көзқарасыңыз қалай? Ауылдың жігіттеріне ешқандай жаман көзқарас жоқ. Бәрі жақсы. Ауылдан шыққан жігіттер қайта еңбекқор болады ғой. Ешқандай тірліктен қашпайтын, қарапайым, сонысы жақсы деп ойлаймын. Қазір қыздардың ойын қазір естіп келе жатырық, тыңдап келе жатырық. Жалпы ауылға тұрмысқа шыққысы келмейді да жалпы. Ойдақ қыздар ма? Енді не ой айтасыз, не совет бересіз? қазір ауылдың өзі дамып кеткен деп ойлаймын мен негізінде. Өйткені қаладағы бар жағдай, условия қазір ауылда да бар. Ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Вообще дұрыс айтасыз. Енді сәл қызық етіп айтайын, ауылда обойы бар деген сияқты. Сол сияқты ауылда обойы бар, және душ та бар, ванна да бар. Былайша айтқанда қаладағы условияның бәрі бар ғой. Ешқандай халықтың жағдайы төмен емес, барлығының төте, Аллаға шүкір, барлығы жақсы. Жалпы өзіңіз енді тағы екінші сұрағым, махрға көзқарасыңыз қалай? 50-50 көзқарасын ешқандай алып қосарым жоқ. Негізі ол негізгі түп мағынасы не дейді жаңағы. Мен өзім тарих бойынша тексерум жаңағы оқып көруім бойынша махрды соғыс кезінде мысалға жесір қалған жағдайда мысалға или күйеуі бір қандай да бір жағдайда, енді неше түрлі өмірде жағдайлар болады ғой. Ауыр жағдайға тап болғанда күйеуі егер отбасын асырай алмай қалған жағдайда сол махрге алып берген, келіншегіне алып берген заты сол қиын жағдайда көмектесе алатындай, бала шағасын өзін асырай алатындай дүние болу керек дейді да. Ал дәл қазір енді махр деген мода болып кеткен сияқты ғой. Үй алып бер, машина алып бер. Ол уже басқа жаққа кетіп бара жатыр да, несі мағынасы. Вообще, жалпы қыздар қанша жастан былай қарай тұрмысқа шыққанды қолдайсыз, қанша жастан ары қарай? Мен өз басым 22 жасында шықтым. Жоғары оқу орнын бітіріп, универді бітіріп, дипломды қолға алып деген сияқты. Универді бітіріп, жұмыс істеп, сол 22-23 жас дұрыс деп ойлаймын. Нормально, 22-23 жас, барлық нәрсе Алладан ғой, да. Кім кімге лайықты, кім кімге лайықты емес деген сияқты. Әр адам бақытты болуға лайық қой. Мен үшін солай енді, сіз үшін енді сол ойыңыз білгім келеді. Өмір болғаннан кейін неше түрлі жағдай болады ғой. Ажырасқан келіншектер, мысалы мен әлеуметтік желіден байқаймын, ажырасқан әйел баласымен үйленбеген жігітке лайықты ма дейді. Жалпы сіздің өзіңіз ойыңыз ғой? Жоқ, мен оған қарсымын негізінде. Енді әртүрлі жағдайлар көріп жатыр ғой қазір. Тең-теңмен, тезек қабымен деген мақал бекер айтылмаған ғой. Мен соған толық келсем, именно осы жағдайда. Өйткені уже баласы бар, шаңырақ көрген әйел ол өзімен теңдес, тағдырлас ер адамға жолыққан дұрыс деп ойлаймын. Бойдақ ер азаматқа үйленген дұрыс емес деп
ол бәрібір де өздерінің нелері жаңағы сөздері байланысқанымен ата аналар келіспеуі мүмкін. Сондай жағдайда олар бәрібір де аралары дұрыс болмайды да болашағы. Жалпы алып қашқанға қалай көзқарасыңыз? Алып қашқанға қарсымын. Өзіңіз жақсы көріп ұнатып дейсіз бе, или алып қашмасыз ба? 3,5 жыл жігіт қыз жігіт болып жүрдік. Одан кейін ұзатудан кейін сол үйленіп қою болды. Мен енді біраз бойдақ жігіттердің артынан айтайыншы, өзімді бойдақ жігіттердің артынан айтайын. Қазір жасы 30-ға таяп қалған жігіттер, өзім сияқты жігіттер көп, қыздармен сөйлесе алмайды да. Оны енді уақытысында үйленбегенден де ойлаймын өз ойым. Бірақ қыздармен сөйлесе алмайды. Қыздардан сұрасақ, жақсы жігіт жоқ дейді. Ұлдардан сұрасақ, ойымызда қыз болмай жатыр дейді. Оларға өзіңіз семейный жағдай болып тұрсыз енді, сол жайлы не кеңес бере аласыз? Бұл жерде нақты бір кеңес айтып қиын ғой, өйткені әр адам әртүрлі, ол сана сезімі әртүрлі. Жастар, мысалы кейбіреулер ерте жаста үйленіп жатады, бірақ үйлі болып кетеді да, сонысына қарамай. Біреулер үлкен жаста үйленіп қанша жыл жүрсе де тез ажырасып кететіндер бар. Оған байланысты емес, әр адамның ойы, санасы дұрыс, ақылы дұрыс болу керек та. Бұл жерде қыз да, бала да бір-бірін түсіну керек қой. Түсіністік болмаған жерде, сыйластық болмаған жерде, қызда да, жігітте де ол семья болу өте қиын. Өйткені үйлену оңай, үй болу қиын ғой. Үй болғаннан кейін сен отбасын сақтап қалу үшін, бала шағаңды болашағы үшін барлық жағдайға дайын болу керек та. Өйткені ер адам қолдау білдіру керек, әйелдің қандай да бір көмек керек жағдайда. Ал ер адамда бір қиын жағдайлар болып жатқанда, жаңағы жұмысында болсын, жаңағы бизнес саласында болсын, ол кезде әйелдің де қолдау керек, мотивациясы керек болады. Бұл жерде команда ғой, әйел адам, ер адам команданы жұмыс бірге жасаса, сол кезде жақсы отбасы болады деп ойлаймын. Рахмет. Қазіргі қыздарға семья, тұрмыс жағдайы сәл төмендеу жігітке жағдайына қарап тиіп жатады ғой, мысалы көп қыздары. Жағдайына қарады или қарама деген сияқты не кеңес бересіз? Кейін бірге көтерілеміз деген сияқты болады. Иә, ол бірге көтерілуге болады. Жағдайға енді өте төмен отбасынан шығып, бірақ үлкен жетістіктерге жетіватқан жігіттер көп та дәл қазір. Ата-анасы жетпеген жетістіктерге сол өзі жетіватқан ұлдар мысалға көп жігіттер. Төмен отбасынан шықты екен, әзірге жағдай ондай екен деп оғанда қадалудың қажеті жоқ. Бірақ ер азаматта мысалға дәл қазіргі жағдайы төмен болып тұрғанымен, алға қойған мақсаттары, көзқарасы, жаңағы жоспарлар жақсы болған жігіт уже сөзінен, ісінен білініп тұрады. Значит, ол баланың болашағы бар деген сияқты да. Сұрағыңызға жауабыңызға өте рахмет. Жақсы, мен өзім қанағаттандым сұрағыңызға. Рахмет. Семья көргені. Енді мен сізге бір не айтайыншы дегім. Құдай қаласа алдыңыздағы жігітіңіздің құдай қаласа қадірін біліңіз. Барынша түсінісуге тырысыңыздар. Айтады ғой, 10 балаң болғанша ауа райын бұзып тұратын жігітің болсын дейді ғой. Сол сияқты бар жігітіңізді құдай қаласа қадірін біліңіздер. Алдыңызға мақсат армандарыңыз орындала берсін. Мынау оразалардың ниеттеріңіз қабыл болсын. Наурыздан аман есен жете берейік. Рахмет жауап бергеніңізге. Мына бір гүл сізге. Ағамыз қызғанып қалмасын, просто сіздің жауабыңызға қана түсінбей отыр. Рахмет. Рахмет. Отырған екі қыздың ойын білейік, иә? Саламатсыздар қыздар? Саламатсыз ба? Есімдеріңіздің болады? Жанар. Азема. Бәрі отырып алайын, иә? Рұқсат болса. Қыздар, жалпы сіздерге қойылатын 5-6 сұрақ бар, соған өз барша шынайы жауап берсеңіздер, иә? Менен қайсысын алған едім? Мен адам бесе оны қоямын. Леон ағам. Сен видео түсіріп жатсың ба? Видео түсіріп жатсың. Леон ағам. Болды, аламыз, не қыздар, не қыздар Жоқ, сөйлесіп қазір алсыншы. Ал салшы аға, енді әдемі шекерге жоқ, ала саламыз, бірақ қашасын қазір сөйлесіп оның берейік, иә? Сен бұлай қысқа қалып сөйлесіп. Қыздар, жалпы ауылдың жігітіне тұрмысқа шығуға көзқарастарыңыз қалай? Шынайы жауап берсеңіздер. Жалпы енді сіздерге былай айтайыншы, ауыл дегенмен ауыл деуге болмайды қазір. Ауылда да Если андай несі жақсы көріп тұрған адам болса, шығуға дайынбыз, конечно. Сіздің ойыңыз?
арман бақса айдалада жүреді деп. алан деген болады Алан деген болады, если мені сыйлап, құрметтеп, мен қадіріме жетіп тұрған адам болатын болса, мен любой жерге барамын. Рахмет. Одан кейін тағы қояр сұрамын, жалпы қазір махар деген нәрсе былайша қатты талқыланып жатыр ғой, махарға жалпы көзқарастарыңыз ғой. Мен оны қандай қоғам негізі. Иә. Көзқарасың жақсы ғой негізі. Көзқарасың жақсы. Не беретінін айтайын ба деп. Негізі айтыңыз, сіз ертең жігітіңіз бәлкім осы неден көретін шығар, дайындалып жүрші. Андай ғой, короче, бір комнатаға и кітапхана жасап беру. Мен дайындап қоямын оны. И кітапханада в основном негізі психологиялық кітаптар, и потом поэзия деген жоқ, негізі в основном психологиялық. Махарым. Ойлан кеттім. Бірақтан да мен не сұрайтынымды әлі білмеймін, бірақ кейін ажырасып жатсақ, андай мені асырайтын нәрсе беру керек деп ойлаймын. Негізі көзқарасым жақсы. Жігіттің жағдайы сіздер үшін маңызды ма? Кітапхана деп тұрғаннан кейін енді маңызды. Жағдайы слишком төмен деп сондай мағынаға да? Орташа жасап. Енді былайша айтқанда бірге ертең шын жақсы көріп жатсам бірге көтерілеміз дейді ғой, жалпы солай өздеріңіз көзқарастарыңызға бірге ертең бәрі бізде жақсы болады деген сияқты сеніммен тие аласыздар ма? Қатты маңызды емес. Маңызды емес негізі. Слишком байға да бай адамға тиюге де болмайды. Кейін андай төмен адамға тоже айтуге деп ойлаймын. Орташа. Енді алып қашуға былай көзқарастарыңыз қалай? Жаман. Бірде айтайын ба ағай? Мақтанып қалайық та. Академияда оқимыз да. Енді жылына $1 миллион төлеп оқып жатқаннан кейін енді дайнасқа тыққасық ретінде, типа андай қалай айтады, бір зат ұқсап алып қашып кету ол не стоит? Керек адам, жақсы көретін адам келіп зат алып кетсін. Енді мен былай деп айтайыншы, мен де енді біраз бойдақ жігіттің артынан айтайын да, біраз бойдақ жігіттің артынан да. Жалпы сіздер сияқты мысалы оқып жатқан қыздармен жалпы сөйлесе алмайды. Жасым мен 30-ға келіп жатыр, мысалы ашығы қыздармен сөйлесе алмайды қазіргі таңда. Жақсы көремін деп айта алмайды, болмаса подход та жасай алмайды. Қыр нәрседен стоп болып жатыр да. Мысалы сіздерді жігіт қатты жақсы көріп тұрса, мен үшін мен ойлаймын өзім жаңа бойдақ жігіттің артынан жауап бере алайыншы. Жігіт жақсы көрсе сіздер үшін барлық нәрсені істей алады негізі. Бірақ жаңағыдай сіздер үшін сіздердің де сұхбаттарыңыз мысалы любой қыздың да сұхбатын байқап қаламыз. Осындай жігіттер былайша айтқанда торны жігіттер қаяқтасыңдар деген сияқты болады да. Қыздар жігіт таппай жүр, жігіттер қыз таппай жүр. Енді өрде не нәрсе ол не үшін бір-бірімізді таба алмай жүрміз деген сияқты ғой. Жалпы өздеріңіз қай жолға ұстасаңыз сол жағы айтып академия болғаннан кейін енді негізі сіздерді көріп жатқан кісілер, мысалы жігіттер, болашақ жігіттеріңіз бәлкім жақсы қыз таңдайды деген ойдамын, жақсы қыз таңдап отыр екен деген ойдамын. Өйткені қазір тек қана сіздер емес, біраз кісілердің ойын байқадық. Тем более махар деген нәрсеге де көзқарастарыңыз дұрыс екен. Енді шынайы жақсы көріп тұрсаңыздар, любой жерге тиюге дайынсыздар ғой, иә? Иә, мен айтамын. Иә, но асықпаймын мен. Асықпаймын мен. 30-ға келгенде оқып бітірейік сосын. Жақсы оқыған кенеттеріңіз жемісін көре беріңіздер, құдасы жақсы жігіттер бұйыра берсін. Енді просто бойдақ жігіттердің ойын ертең мені көріп, сіздердің ойларыңыз білгісі келеді жалпы. Былайша айтқанда еді бүйтіп қарасаңыз қазіргі уақытқа қарай жабайы есебінде болып тұр ғой енді алып қашу деген сияқты. Мысалы бәріміздің әке шешеміздің историясын естісек, уақытында танымайды, алып қашып кеткен ғой. Сол сияқты ойларыңды білегіш деген екен, сол жайлы ойда сіздерге қызық болып жатыр, содан кейін сұрап отырмын ғой. Бірге құдай қаласа алдағы уақытта бәрін бірге құра боламыз деген ойға жалпы көзқарастарыңыз жақсы ғой, иә? Жақсы. Жалпы Қазақстанда туылғандарыңызға ризасыздар ма? Қазақ болып. Әрине. Мен қырғызкамын негізі. Сол мен ажыратамайды ғой. Мен де таза қазақпын, мен де рахмет. Мен қырғызкамын, бірақтан да Қазақстанда оқып жатқан соң маған нормально. Где-то уже 10 жыл, 8 жыл болып қалды. Акцент көбі байқайды, бірақтан да
Маған ұнайды, лично маған Қазақстан ұнайды. Шымкентті алып қашу ғана болмаса ғана. Все. Шымкенттің алып қашқан ұнамайды, басқа жалпы барлығын жасайды ғой, иә? Не только Шымкенттің, бүкіл Қазақстанның алып қашу нелері Шымкент бөлек қой. Шымкент бөлек, иә. иә. Адам өмірге бір ақ марта келеді, оны Шымкентте сүру керек деген қолдайсыздар ғой жалпы. Қолдаймыз. Треш. Шымкент бөлек шынымен. Кеңдер Шымкентте. Қонаққа кеңдер. Жалпы қалмалдарыңыз қанша? Қалмалдарыңыз. 8 миллион. Дұрыс, анау 7 миллион 15 миллион. Қалмыз осы. 16 миллион. Енді магистратура оқып жатқаннан кейін енді Айтайыншы, мен есептесем 6 жыл бакалавр оқимын. 6 жылдан 1 миллион 300-ден есептейміз. Общий сонда қанша шықты жаңа? 16 миллион ғой. Общий магистратура полный дипломды бітіру үшін, короче, 15 миллион 800 шықты. 16 миллион. Короче, 16 миллион. Қалыңбал 16 миллион. Иә. Ары ойлана берді. Ары қарай. Жоқ, өйтіп, өзімізге көп оңай, иә. Төр бермеген десеңді. Характер жоқ. Бар, то есть, баршылық. Сол үшін, где-то 16 миллионнан минус 6 миллион, 10 миллион. Сол менікі 16, 10, иә. Біз оңай көп алса намазыңда оңай емес қой. Жалпы мынандай ғой. Енді сізге мен бойдағы жігіттердің атын айтайыншы, лично өзім айтайыншы. Короче, ол жігіттер былайша ашығын айтайыншы, торымыз болып қалған, бірақ сіздер үшін ол бәрі нәрсені істей алады. Ол жігіт жаңағыдай ғой. Былайша кәсіп, тірлік, мансап көтеріп алайын, үйтейін, бүйтейін деп жүрген уақытта қыздармен сөйлесе алмай қалды, дәлмен айтшы. Ол жігіттердің барлығы дұрыс, оқыған да, высший дипломы да бар, басқасы да бар, бірақ қыздармен сөйлесе алмайды. Қайсы сол шыққанда? Өзің солдайшы. Болды. Қазір енді сіздерді көріп отыр ғой, шақыра саламыз деген шештерге. Кеме қойындар де. Енді эмоция берекет. Енді сұрақ жауаптарыңызды естіп отырып, тағы да қайталап айтып берейінші. Осындай қызды өйстіп оқытып жатқан әке шешесін құрметтеп, осы қыздарды осыншама пейнетін бағалайтын жақсы жігіт жолықсын сіздерге. Әмин. Мәселе түрде де емес, адамгершілікте ғой енді. Түрге де қарайды. Жағдайын Құдай қаласа алдағы уақытта жақсы жігіттерге бұйырсын, жақсы жігіттерге тұрмысқа шықсын. Алдағы уақытта бәрін бірге құра алады бұл қыздар. Иә. Рахмет сіздерге көп шынайы жауап бергендеріңізге. Ашық, жарқын. Көп рахмет. Жігіттердің сіздерге жігіттерден ұнамайтын қасиеттер қандай қасиеттер ұнамайды сіздерге? Өтірік айтуы. Біріншіден өтірік айтуы және түрге қарап тез шешім шығаруы, екі сөйлеуі. Андай жауапкершілік болмау, жалқаулық, сосын өтірік айту, и андай балдар болады ғой. Бірде айтайын, ұмытқанмын. Айтыңыз. Қазір. Қыздарды ұратын балдар да бар ғой. Типа мен еркекпін, ойбай дейтін. Онда еркектікке жатпайды на самом деле. Қыздарды ұратындар ол негізі еркек емес. Сол. Главный негізі я. Андай главный бізге жауапкершілігі бар, адамгершілігі бар адамдар керек та. Адам сылай білетін, қадіріне жете білетін. Ал андай қыз ұратын рахмет. Ондайды еркекте деп санамаймын. Не только бізге, бүкіл қыздарға сондай, бүкіл қыздарға деп айтады. Так что балдар қыз, әйел, болашақ жар керек, ана керек, болашақ балаларым ана керек дейтіндер болатын болса, бірінші өздеріңнің мінездеріңді, түр келбеттеріңді бәрін реттеп алыңдар, сосын пожалуйста қыздарға бір жасайтындар. Негізі қыздарға да, балдарға да бұл совет кеңес ретінде айтайын. Енді үлкен емес, көпті көрген емес, енді кеңес ретінде әшейін. Негізі 1 минуттан кейін біз не болатынын білмейміз, 5 минуттан кейін не болатынын білмейміз, болашағымызды болжай алмаймыз. Любой қыз бен жігіт жүрсе де, қол ұстасып, бет сүйіп, ұзаққа кетпеу керек. Потому что сен білмейсің, ол сен болашақ жарың ба, или жарың емес па, білмейсің. А если ертең болашақ жарыңа үйлендің делік, болашақ жарыңы қолынан ұстап, бетіне сүйіп жүрген кезде саған неприятно болады. Как будто ана жігітің сені пайдаланып кеткен сияқты да.
так что қыздар олай өйтіп өздеріңді пайдаланғызып басқа қылып жүрмеңдер. Өздеріңді бағалаңдар, өздеріңнің самооценкаларын көтеріңдер. Сол асығыстық жасамаңдар никогда. Никогда асығыстық жасамаңдар. Кез келген жігітпен жүрсеңдер де бүйтіп мақұл қол ұстастыңдар, бірақ амандасқан кезде бетінен сүю деген ол лишний деп ойлаймыз. Негізі біз екеуміз сіздердің ойларыңыз емес, бірақ сіздерге кеңесіміз бар. Достарыңыз ажырамасын. Қандай жағдай болса да бір-біріңізді қолдап жүріңіздер. Қай жақта болса да бір-біріңізді барыңыздар. Бір-біріңізді достойный подружка жұртқа болыңыздар. Осы қыздар сияқты жүрсек екен деген сияқты басқалардан болыңыздар. Рахмет жауаптарыңызға. Қыздарды сырттай ұнатып жақсы көріп жүрген жігіттер болса, бәлкім қадірін біліңіздер. Енді былай адамды танитын қатты психолог емес, бірақ жақсы қыздар екен. Бағалаңыздаршы осы қыздарды. Рахмет көп. Рахмет жауаптарыңызға, шынайы көңілді жауап беріп жатсыздар, әдемі. Рахмет сіздерге. Бір гүл сіздерге. Рахмет көп. Құдай қаласа. Құдай қаласа алдарыңызда жақсы жігіттер жолығып, сіздерді бағалайтын, құрметтейтін, шынайы жақсы көретін жігіт бере берсін, Құдай қаласа. Рахмет. Амин. Мейрамнан мейрамға аман есен жете берейік. Аман болыңыздар, Құдай қаласа еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Рахмет. Сау болыңыз. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Амансың ба? Орын, саған бір ғана сұрақ қойып тұр. Қыздың қандай қасиетін бағалайсың деген сұраққа не жауап бересің? Енді қыздың бір ғана жауап. Менің ойымша, барынша жігітке деген құрметтілігін, сыйластығын бағалаймын. Барынша ұзын киінсе әсіресе, сондай қыздар жақсы көремін өзім. Былай енді кез келген сөзге жауап қайтарып, әртүрлі ответ қайтаратын қыздар былайынша жаман қыздар, ол дұрыс қыз дұрыс емес. Ой, басынан түсірейік та, басынан түсірейікші, көтересіз. Жалпы енді қыздардың өзінің жігітіне деген сыйластығы болса, ерге деген құрметтілігі болса, және де енді сырт жаға келетін болсақ, сырт көзге келетін болсақ, ұзын киінсе болды негіз. Жаман қыздар көп емес қой. Өз-өзін бағаласа, жалпы өз-өзін сыйласа, өзін сыйлаған қызды жұрт сыйлайды, жігіт сыйлайды. Жалпы бауыр, менді махр деген нәрсеге жалпы көзқарасың ғой? Махр деген жалпы. Енді махр деген нәрсеге жаман емес көзқарасым. Бұрынғы ата-бабамыздан келатқан дәстүр дейді. Береміз ғой махр сұраса қыздар. Оңтүстіктің қыздары қазір. Ол махр деген жалпы кейіннен шықты ғой, 1-2 жылдан бері. Оған дейін жоқ еді ол. Біздің әке-шешеміз де ондаймен келмеген, мысалы, айтып жатады, дұрыс емес дейді. Енді қазіргі заң талабына, өмір талабына сай жүретін болсақ, негізі дұрыс нәрсе шығар, береміз ғой махрды. Так, ерте ғой әлі. Бауырмен бір сұрақ қойымыз, тағы бірнеше сұрақ қойып жатыр, енді шынайы жауап қоятын тыңдағымыз келіп жатыр да. Одан кейін жалпы алып қашқан дегенге көзқарасың ғой, алып қашқанға? Алып қашқан дегенге енді ол тема туралы қызбен сөйлескен дұрыс. Егер де қыз мен өзім ұзатылып шығамын десе, ұзатылып шығады. Ал егер де алып қашуға көнсе, алып қаша беруге болады ғой. Үлкендердің ақылы ғой, ол жерде өзің емес. Жалпы үшін келісімге байланысты дейсің ғой? Келісімге байланысты, иә. Шешім қабылдамаймын мен. Қыздың өзін, қыздың әке-шешесін, менің әке-шешеме байланысты сұрастырып. Примерно алған қызыңа қанша қалың мал бере аласың? Біз өсем дегенше нарық өсетін шығар, 4-5 миллионға дейін. Дәл қазір енді 2 миллион, 3 миллион болып жатыр ғой. Нақты енді қатып қалған қағида жоқ, баға жоқ. Уақыт өте келе үйленгенге қарай жалпы көреді, иә? Жалпы үйде үлкенсің ба, кішісің ба, ортаншысың ба? Ортаншымын. Ағаларың жалпы үйленген бе, или әпшең тұрмыста ма қалай? Жоқ, 2 ағам бар, 2-еуі де үйленбеген, әпшем жоқ. Алған іні қарындастарым бар сосын. Әлі үйленбеген. Құдай қаласа енді үйленеді. Жақсы, енді жақсы бір қыз жолықсын, Құдай қаласа. Рахмет көп. Қалаға келдік, қаланың кісілерінің, қаланың тұрақты кісілерінің ойын байқадық. Ауылдың жігіттеріне көз қарастары қалай, жігіттің ойы қалай, қыздың ойы қалай деген сияқты сұрақтардың жауабын алдық.